Қайырлы күн. Бүгін демалыс күндеріңіз жақсы өтсін. Біздің районда, бүгін бала шаға ғой. Шым районда еще неқта бір. Сол магазинге барып неқта тыква мен мант сатып, соны постоянно жеймін, демалыс сайын. Ауа райы андай болып тұр, тауда қар жатқан ең ба. Жылы енді бұл. Кешке жақын ғана салқын болады. Бүгін жақсы жаңалықтармен бөлісетін боламын, сіздермен мұқият болыңыздар. Сіздерге бірден айта кетейін, енді постоянно сторис қарап жүресіздер, бүйтіп жүресіздер. Енді араларыңызда небір адамдар бар ғой, шыны керек. Біреу анаяқтан, біреу мынаяқтан деген сияқты. Қазіргі заман шыны керек, енді барлықтарыңыз білесіздер ғой. Ешкімнен қарыз алатын заман емес, иә. Мысалы, шұғыл ақша керек болып қалса, біреуден қарыз сұрасаңды жоқ деп айта салады. Бар десе, ол уже бергісі келмейді. Қарыз берсе қайтадан аламай қалады деген сияқты ғой. Мысалы, біреу той жасайын десе ақша керек болып қалады. Біреу үй салып атады, ақша керек болып қалады. Біреу бірдеңе сенің негізі қазір әр нәрсе проблеманың бәрі ақша болып отыр ғой. Так что ондай проблемалардан құтылуға негізі көбісі ойлайды, бізде бір вообще ақшадан қиналмайды, бір ойбай бай деп. Ондай емес, сіздер сияқты қарапайым адамдармыз, бізде кейде ақшадан қиналып қаламыз, бізде керек болып қалады. Сондай кездер негізі біреуден қарыз алған маған лично ұнамайды өзіме, өйткені ол деген дұрыс емес. Так что ол үшін не істеу керек? Қарыз алмас үшін өзің еңбек ету керексің, жұмыс істеу керексің, иә? Ал шұғыл ақша керек болып қалған кезде не істейсіңдер? Ондай кезде вопросты қалай шешуге болады? Ондай кезде, иә, керекті мамандарға жүгінесіздер. Олар сіздердің проблемаларын шешіп береді. Ол қалай десеңіздер, қазір сол кісілерге бара жатырмын, мұқият қараңыздар. Ол кісілер сіздерге жақсы ақпараттар айтатын болады. Давайте күтіңіздер.